Саласатун ла турадду даъватухум. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады. Имам Тирмизи риwayat қылған хадисте екен, Ибн Мажа, имам Ахмадтар риwayat қылады екен. Бұл хадисте мындай дейді: 3 түрлі адам бар. Бұлардың дуасы қайтарылбайды. Демек, дуалары қабыл болады дейді. Бұлар кім десе? Ас-сайму хейна юфтир. Ораза адам оғыз ашқан кезде. Ораза адам оғыз ашып жатқанда Құдайдан тілеп дуа қылса, тілегі қабыл болады. Уал имамул адил. Адилеттүү падишанын тілегін Құдай қабыл қылады екен. Падиша бирок адилеттүү болса, Алла тілегін қабыл қылады екен. Ва даъватул мазлум. Жанадағы ақ жерінен бирөөдөн зулумдук чеккен адам, бирөөдөн жапа чеккен адам, апапак, бирок жала жабылды байкушка. Ақ жерінен күйіп атабы? Ақ жерінен күйіп атқан адам Құдайдан зар қақшап тілесе, Құдай таалам дуасын қабыл кылат дейт. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, капыр болсо дагы мазлумга бирөөгө зулумдук кылып, аны алсага дуа кылып койбосун, этият бол деген. Капырга дагы зулумдук кылууга Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям не кылган? Рухсат берген эмес. Ярфауха Аллаху фауқал гамам. Ушул адамдардын дуасы, ушул 3 түрлүү адамдын дуасы булуттун үстүнө көтөрүлүп барат экен. Ва туфтаху лаха абуабус сама. Булуттун үстүнө көтөрүлүп барганда 3 адамдын тилеги, дуасы асман эшиктери ачылат экен. Ва якулу Рабб, Алла таала айтат экен: Ва иззати ва жалали ла ансураннака валау ба'да хин. Мен өзүмдүн улуулугума касам ичип айтамын, ушу тилек кылган 3 инсанга азыр болбосо дагы, бир канча убакыттан кийин болсо да тилегиңди кабыл кылам, сага жардамыңа келем дейт экен Алла таала. Ошондуктан Рамазан айы ушундай. Бул учурда биз Кудайдан тилек кылып, дуа кылып ала турган ай.